Қазақстан бай тарихы мен өзіндік қайталанбас мәдениеті бар ел. Біздің салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымыз өткеннің ғана із емес, ұрпақтар сабақтастығын жалғап тұрған алтын көпір. Бұл халқымыздың мәдени коды, ұлттық бірегейлігіміздің берік негізі. Әрбір халық дара болмысымен ерекшеленеді. Оның рухы тілінде, ән жырында, салт санасында, дәстүрінде. Осы құндылықтар ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан мәдени код. Онсыз кім екенімізді де, қайдан шыққанымызды да толық түсіну мүмкін емес. Әдет-ғұрыптар күнделікті өмірден бастау алады. Оларда еңбек пен тынығу, мереке мен күнделікті тұрмыс-тіршілік, адамдар арасындағы байланыс пен қарым-қатынас өз көрінісін табады. Ата-бабаларымыз салт-дәстүр арқылы ғасырлар қойнауында қалыптасқан мұра мен мәдениетті өз кейінгі ұрпақтарына аманат қылып қалдырған болатын. Олар арқылы халықтың тарихын ғана емес, оның болмысын да түсінеміз. Үлкенге құрмет, жерге деген сүйіспеншілік, қонақжайлылық пен өзара көмек. Өз балаңнан артық бала бар маңа, біз боласын жарай қалсам шаруаңа. Жан ботасын сағынғанда аруана, кешіп өтіп жетпейді. Жан ботасын сағынғанда аруана. Әрбір әдет ғұрып терең мағынаға ие. Ол отбасылық құндылықтар мен өмірге деген құштарлықты дәріптейді. Дәстүрлер ұлтқа қарамастан барлық қазақстандықтарды біріктіреді. Айырмашылыққа қарамастан дәстүр бізді бір тұтас халыққа айналдырады. Дәстүр арқылы біз тілімізді, музыкамызды, қолөнерімізді және де дүниетанымызды сақтаймыз. Әрбір дәстүрдің бойында ата-бабаларымыздың даналығы жатыр. Әдет-ғұрып арқылы біз отбасымызды, мәдениетімізді және жерімізді құрметтеуді үйренеміз. Біз мәдениеттің мұрагеріміз, салт дәстүрді сақтаушы ұрпақпыз, өз еліміздің бір бөлшегіміз.